Қайырлы күн, менің тыңдармандарым, қонақтарым. Предлогтар тақырыбын ары қарай жалғастырамыз. Бүгін біз preposition on предлогына тоқталамыз. Яғни on предлогы өткен сабақта өзіңізге таныс болғандай, бір заттың үстінде тұрғанын білдіреді. Мысалы үшін, the vase is on the shelf. The vase is on the shelf. Ваза сөреде тұр, сөреде. Келесі. Put this on the table, please. Put this on the table, please. Мынаны үстелдің үстіне қоя салшы. Сонымен қатар, бұл предлогты біз апта аттарының алдында қоямыз. Апта аттарының алдында. Мысалы үшін, we came here on Monday. Біз мұнда дүйсенбіде келдік. Дүйсенбі күні келдік. Міне бұл жерде бұл предлог аударылып тұрған жоқ, бірақ міндетті түрде апта аттар болғанда on Monday, on Sunday, on Wednesday, on Tuesday, on предлогын қоямыз. Келесі. My house is on the left of the street. My house is on the left of the street. Менің үйім көшенің сол жағында орналасқан. Менің үйім көшенің сол жағында. Оң жағында on the right, сол жағында on the left. The kids are getting on the bus. The kids are getting on the bus. Get on the bus. Автобусқа міну. Балалар автобусқа мініп жатыр. Есімізге сақтаймыз, өткен сабақта айтқанмын. Предлогтарды қандай етістікпен, қандай сөзбен тұратынын тек қана еске сақтап алу керек. The kids are on the bus now. The kids are on the bus now. Балалар автобустың ішінде. Мына жерде сұрақ туындайды. Балалар шындығында да автобустың ішінде тұр ғой. Неге on the bus? Солай, бұл ағылшын тілінде осылай өзіне қарама-қарсы келіп жататын кез келген тілде ондай ережелер бар. Сол ереженің бірі. Мына жерде құдды бір балалар автобустың үстіне шығып алған сияқты, on the bus. Шындығында ол балалар автобустың ішінде деген сөз. Мен парктемін дегенде де олар шетелдіктер өздері I am on the park деп айтады. I am on the park. Мен де басында қабылдай алмай жүретінмін. Неге ол парктың ішінде, неге ол on the park деп. Бірақ сол тілдің жаңағы байырғы тұтынушылары өздері солай айтады. Ары қарай кеттік. The lecturer talked about the problems of modern society. The lecturer talked about the problems of the modern society. Мына жерде about деген предлогты да айтуға болады. Туралы деген сөз. About туралы. About you, сен туралы. About me, мен туралы. About life, өмір туралы. Бірақ мына жерде мен сіздерге on дегенді айтқым келіп тұр. On the problems деп айтуға болады. Talked on the problems. Дәріс беруші заманауи қоғамның мәселелері туралы сөйледі. Туралыны сонда on және about деген екі предлогтың көмегімен береміз. Келесі тұрақты сөз тіркесі ретінде қолданылатын жағдай. We came on foot. We came on foot. Біз жаяу келдік. Жаяу жүру on foot. Келесі. Our flat is on the 7th floor. Our flat is on the 7th floor. Менің пәтерім 7-ші қабатта. 7-ші қабатта. Сондай кезде де on предлогын қоямыз. Қабаттарды айтқанда, Келесі, бір нәрсеге назарыңызды мұқият аудару дегеніміз concentrate on болады. Concentrate, назар аудару, ол on деген предлогпен тұрады міндетті түрде. Concentrate on. Ары қарай кеттік. He concentrated on the exercise. Ол жаттығуға бар зейінін салды. He concentrated on the exercise. Келесі, rely on, біреуге сену. Біреуге сену, rely on, міндетті түрде предлог. You can rely on Sarah. You can rely on Sarah. She is a good person. Сенің Сараға сенуіңе болады, ол жақсы адам. Keep on doing something. Keep on doing something. Бір нәрсені жасауды жалғастыру. Міндетті түрде keep on болады. Келесі етістікті ing окончаниемен жазамыз. Ing окончаниемен жазамыз. Мысал үшін, keep on reading easy texts to improve your English. Keep on reading easy texts to improve your English. Ағылшыныңды жақсарту үшін оңай текстерді оқи бер. Ары қарай кеттік. Келесі.
есікті, терезені, кез келген нәрсені тоқылдату knock. Knock өздеріңіз сезіп отырғандай knock міндетті түрде on предлогымен тұрады, тоқылдату. Немесе at предлогымен тұрады, екі предлогымен тұрады. Knock on the door, knock at the door. Есікті тоқылдату бәрібір. Келесі, мынандай жағдайда сіз әңгімелесіп отырып, әңгімеңіз өзіліп қалып, ары қарай жалғастыра беріңіз деп айтқыңыз келсе, ол да move on, please move on, please carry on деп айтамыз. Move on, carry on қандай да бір себептермен үзіліп қалған іс-әрекетті ары қарай жалғастыруға байланысты. Келесі, ары қарай кеттік деген сөз let's move on. Let's move on. Келесі take on board деген сөз бар. Take on board. Осылай тұрақты сөз тіркесі ретінде осылай take on board деп қолданылады. Ол қандай кезде айтылады? Ол яғни сізге біреу қандай да бір ескерту жасаса, қандай да бір ұсыныс жасаса, жақсы, мен сіздің ұсынысыңызды ескеремін, есімде сақтаймын, қорытынды шығарамын деген мағынада қолданылады. Мысалы үшін, thank you, I'll take your comments on board. Thank you, I'll take your comments on board. Рахмет, мен сіздің пікіріңізді, ескертуіңізді ескеремін деген сөз. Келесі сөз тіркесі міндетті түрде on предлогымен тұратын етістік, ол depend. Depend on. Біреуге, бір нәрсеге, жағдайға тәуелді болу. She depends on her husband because she doesn't work. She depends on her husband because she doesn't work. Ол өзінің күйеуіне, яғни жолдасына тәуелді, себебі ол жұмыс істемейді. Келесі, он предлогымен міндетті түрде тұратын етістік, ол congratulate деген етістік. Congratulate құттықтау. Congratulate somebody on something. Біреуді қандай да бір жетістігімен, туған күнімен құттықтау. Congratulate somebody on something. Яғни, қандай сөйлемге мысал келтіреміз. Congratulations'ды қысқартып, мынандай күнделікті сөзбе-сөз әңгіме тілінде congrats деп айтуға болады. Congrats. Congratulations, congrats. Яғни, congrats on your birthday. Congrats on your birthday. Туған күнімен құттықтаймын. We congratulate you on your success. Success орысша успех деп аударылады. Табысты болу, жемісті болу, қандай да бір іс-әрекеттің табысты, жемісті болуы. We congratulate you on your success. On your success. Осы предлогты есімізге сақтаймыз. Сізді табысыңызбен, еңбегіңіздің жеңісімен құттықтаймын деген сөз. Сонымен on предлогына байланысты барынша сіздерге жан-жақты ақпарат беруге тырыстым. Тағы да сабақты тоқтатып қарап, он предлогы қандай етістікпен тұрады, қандай етістікпен тұрғанда қандай мағына береді, соны есіңізге сақтап алғаныңыз жөн. Бүгінге сабағымыз тамам. Сау болыңыздар.